Планетарлық қирау. Бір кездері Саски өте мықты болған еді, ал қазір ол дәрменсіз мысыққа айналғандай. Боруто анимесінде Саски ұзақ уақыт бойы ең күштілердің бірі болды, бірақ Барашики оның рининганын тартып алғаннан соң ол бірнеше сатыға әлсіреп, тіпті Шипуденнің ортасындағы деңгейге дейін төмендейді. Алайда Барашики жасаған нәрселерді қайта өзгерту мүмкіндігі бар. Қазіргі жағдайында ол тіпті Итачиден де әлсіз болып қалды деуге болады. Айтпақшы, сіздің ойыңызша қайсысы күштірек, өзінің шарықтау шегіндегі Итачи ме, әлде ринингансыз жалғыз мәңгілік Мангёкку Шаринганмен қалған Саски? Сонымен қатар көп адамдар Саски туралы бір маңызды сұрақ қояды. Болашақта Учиха кланы не болады? Өйткені оны жалғастыра алатын жалғыз адам Саски. Бүгін біз Саскинің Боруто сюжетіне жаңа күшпен қайта оралу мүмкіндігін талқылаймыз. Мұның болу мүмкін екенін дәлелдейтін бірнеше белгі бар. Бірақ соған көшпес бұрын лайк басып, саған бәрібір хабарламалар жібермесе де қоңыраушаны басып қой. Сондай-ақ топ комментарийлерді келесі видеода жариялайтын боламын. Сондықтан белсенділік танытпа бауырым. Қазақша контент дамысын. Ал бастаймыз, родной. Дегенмен, мен бәрін сен сияқты істей алмаймын. Істер әрдайым тегіс жүрмейді, және біз екеуміз бұны жақсы білеміз. Қиындық қаншалықты үлкен болса, оны шешу де соншалықты қиын. Егер реалистік тұрғыдан қарасақ, біз мойындауымыз керек. Егер ол рининганын шынымен жоғалтқан болса, және егер оны кадрдан тыс қалпына келтірмесе, онда ол бұрынғыдай ешқашан бола алмайды. Дәл Наруто Кураманы жоғалтқандай, Саски де өз күштерінің басым бөлігінен айырылды. Бұл жағдайды қиындата түседі, өйткені әрбір Оцуцукиге қарсы шайқаста Саскинің рининганы маңызды рөл атқарады. Кинишикиге, Мамашикиге және Ишикиге қарсы күрестерде бұл көз өте қажет болды. Тіпті өткенге саяхаттау аркасында Саски рининганын қолдана алмады. Сондықтан әлде қайда әлсіз болып Урашикиден бірнеше рет жеңіліп қалды. Бәріміз жақсы түсінеміз, өзінің аса күшті жоғарғы джудзуцусыз Саски қарапайым элиталық Учиха. Әрине, ол күшті, бірақ бұрынғыдай емес. Ол аркада чакрасының таусылғанына байланысты жеңілді. Бұл нормально. Бірақ қазір жағдай мүлдем бөлек. Барлық Оцуцуки Саскинің джудзуцуынан наразылық білдіріп, оны үлкен қауіп ретінде көрді. Мамашики Барутоның денесін алған кезде ең алдымен Саскинің рининганын көздеді. Өйткені ол бұл көзден құтылса, онда басқа проблемалар болмай, қалған ниндзяларды оңай жеңе алатынын білді. Сол кезде олар Ишикимен соңғы шайқас өткен өлшемде болған еді. Егер рининганы болмаса, Саски ол жерден қаша алмас еді. Бірақ Боруто ақыры өз денесінің бақылауын қайтара алды. Қалай болғанда да Саски ринингансыз әлде қайда әлсіз екені айдан анық. Алайда күшін қалпына келтірудің жолдары бар. Және кім білет, мүмкін солардың көмегімен ол Барашикимен болған шайқастан кейін әлсіреп қалған жағдайды түзете алар. Саски өз күшін арттырудың әртүрлі жолдары бар. Бірінші нұсқа жаңа көз орнату, яғни ниндзяларға арналған ғылыми технологиялық құралды қолдану. Арачимару бұл жағынан үлкен тәжірибеге ие, өйткені ол бұрын Учихалармен тығыз байланыста болған, және тіпті Нарутоға уақытша Бякуганды пайдалануға мүмкіндік беретін көзілдірік жасап шығарған. Бұл оқиға Нарутоның ауруы туралы новеллада көрсетілген. Сонымен қатар Катасикиді де ұмытпаған жөн. Ол жаңа технологияларға қызығушылық танытады және ниндзяларға арналған ғылыми құралдарды терең зерттейді. Сіздер сұрайтын шығарсыздар, неге бұның бәрі болу мүмкін деп ойлайсың? Біз мойындауымыз керек. Наруто әлемі қазір толықтай ғылыми даму кезеңінде. Карра ұйымының ішкі мүшелері негізінен ғылыми қарулардан тұрады. Код Карраның жетекшісіне айналып, жигеннен де күштірек киборгтар тобын тапты. Осы технологиялық құралдар мен тіршілік иелерін жасаған Амада, қазір Катасики, Амада және Сумире де өздерінің ғылыми технологиялық зерттеулермен бөлісіп жатыр. Және олар осындай нәрсені қайта жасай алатынына еш күмән келтірмейді. Басқаша сөзбен айтқанда, менің ойымша, олар Саскиге жаңа ерекше көз жасап бере алар еді. Мысалы, Дельтадағыдай, ол ниндзюцуды сіңіре алатын және оның қабілеттерін одан да күшейтетін көзге ие. Бұл көзді ол пайдалана алар еді. Дегенмен, мен келісемін, бұл рининган сияқты қуатты болмайды. Әсіресе Саскинің рининганы, ол өз алдына ерекше болатын. Бірақ бұл дымсыз қалғаннан әлде қайда жақсы емес пе? Сонымен қатар Саскинің әлі де ескі Мангёкку Шаринганы бар екенін ұмытпаған жөн. Оны қайта орнына қою арқылы ол шайқастағы қабылдау қабілетін жақсартып, өз джудзуцуын күшейте алар еді. Егер ол оны рининганын жоғалтқан жеріне қойса, қызықты болар еді. Бұл жағдайда ол сол көзін жоғалтқан. Ал сен расымен де жалықтырдың. Ол өзінің ескі Мангёкку Шаринганын қайтара алады. Және сіздің ойыңызға келетін нәрсені мен білем. Бірақ оның көзі почти соқыр. Бұл оған көмектесе ме? Бұл жерде мен сіздермен мүлдем келіспеймін. Көзі почти соқыр. Бірақ бұл әлі де Мангёкку Шаринган. Және сізге ұнасын ұнамасын Саскинің жақсы көзі бар. Оның ескі көздері почти көрмейді деген факт түкке білдірмейді. Өйткені біз Какаши мен Итачидің көздері әлсіреп тұрса да ақылға қонымсыз әрекеттер жасағанын көрдік. Әсіресе Итачи жайында. Өйткені оның екі көзі бірден нашарлады. Бірақ ол әрдайым
өте жақсы шайқасты. Сондықтан менің ойымша оның ескі көзін қайтару жақсы идея. Бұл бір көзбен қалғаннан әлде қайда тиімді. Сонымен қатар біз шарингандар жұп болған кезде ғана күштірек болатынын есте сақтауымыз керек. Ал қазір Саскиде тек біреу ғана бар. Демек оның шаринганында аздап әлсіздеу. Бірақ егер кенеттен Саскиге соқырлық кедергі келтірсе, бұл мәселені шешуде оңай. Бізге тек Учихалардың шаринганын қолдану керек. Әрине, біреу мұның мүмкін емес екенін айтар. Біріншіден, Саски бұл көзді қайдан табады? Екіншіден, олардың ешқайсысы қалмауы мүмкін. Олардың барлығы жойылып кеткен болуы мүмкін. Ал шын мәнінде олай емес. Өткеннен қалған Учихалардың көздерін табудың бірнеше жолы бар. Арачимару бұл көздердің қайда екенін білу керек. Өйткені ол бұрын Шинмен және Данзомен тәжірибелер жасаған. Біз білетіндей екеуі де көптеген шарингандарға ие болған. Біз есте сақтауымыз керек. Бұл шарингандар Итачи мен Обитоның шабуылдары кезінде қаза тапқан Учихалардың денелерінен ұрланған болатын. Айтпақшы Обито туралы. Саски Гедомазаны сақтаған Обитоның тау ішіндегі жасырын қоймасына қайта оралу мүмкін. Егер естеріңізде болса, дәл сол жерде Обито Саскинің көздерін Итачидікімен алмастырған. Егер біздің дұрыс есімізде болса, сол жерде көптеген шарингандар болған. Өйткені Обито да Данзо сияқты сол сәтті пайдаланып кейбір көздерді өзіне сақтап қойған. Сондықтан менің ойымша, егер Саски сол жерге оралса, ол өзіне тиесілі деп санауға болатын көптеген көздерді табады. Тіпті мүмкін оның әкесі Фугаку Учиханың Мангёко шаринганында табуы мүмкін. Ал оның қаны мен қабілетін ескерсек, бұл көз оған тамаша сай келер еді. Бірақ мен әлі де Шин, Учиха, Арачимару және Данзо туралы айтуды жалғастырамын. Саскинің ренинганын жоғалтқаннан кейін күшін арттырудың тағы бір жолы бар. Мен Хаширама жасушаларынан жасалған қол туралы айтып тұрмын. Бірақ Данзоның қолындағыдай қосымшамен, яғни көптеген шарингандармен. Бұл Саскиге қосымша күш, чакра, төзімділік және ақыры ол көптен бері жоғалтқан екінші қолын қайтарар еді. Ұнаса да, ұнамаса да, бұл жалғыз қолдан әлде қайда жақсы. Сонымен қатар, егер ол өзіне ондаған немесе тіпті бір дюжина шаринганы бар қолды енгізіп, Хаширама жасушаларын көбірек сіңірсе, онда ол Данзо қолданған Изанагиді пайдалану арқылы іс жүзінде өлмейтін болар еді. Данзо сияқты Саски кез келген жауға қарсы тұра алар еді. Өйткені біз Данзомен шайқаста көргендей, Саски Учиха ретінде бұл джудзуцудың әлсіз жақтарын байқайды. Егер Саскинің өзі бұл джудзуцуды пайдаланса, ол мұндай кемшіліктерге ұшырамас еді. Сондай-ақ Саскинің Хаширама жасушалары бар екенін ұмытпаған жөн. Ол оларды Кабутоның көмегімен 4-ші соғыс кезінде алған болатын. Өйткені Кабуто Учиханың өліп кетуіне жол бергісі келмеді. Бұл бізге Саскинің бірінші Хакагенің жасушаларын қабылдауда еш қиындық көрмейтінін көрсетеді. Алайда оған бәрібір көбірек шарингандар қажет болады. Ал ол оларды Обитоның құпия қоймасынан табалар еді. Және Саски сол жердің қайда екенін білетін жалғыз адам. Өйткені бұл орынды ең соңында тастап шыққан сол болатын. Жалпы тағы бір нұсқа бар. Арачимару. Ол әлде қайда ақылды және арнайы Саски үшін анағұрлым жақсырақ әрі бейімделген қол жасай алды. Басқаша сөзбен айтқанда, бұл әрекеттің сәтті болу мүмкіндігі өте жоғары. Бірақ ол жүзеге аса ма? Бұл сұрақтың жауабы белгісіз. Саскинің күшін арттыра алатын тағы бір энергия көзі бар. Мен бұрын оның өзінде болған күші туралы айтып тұрмын. Және бұл аспанның қарғыс мөрі. Егер сен ұмытып қалсаң, Саски оны бұған дейін қолданған. Бұл техника табиғи энергиямен байланысты. Өйткені қарғыс мөр Дана Джугоның режиміндегі трансформациясының негізінде жасалған. Джуго сенжутсу жинай алатын қабілетке ие еді. Арачимару бұл мөрді жасап шығарды. Өйткені ол жыландардың отшельник режимін меңгере алмаған болатын. Саски бұрын қарғыс мөрдің ең күшті нұсқасына ие болса, неге оны жай ғана қайтармасқа? Алайда оригиналын алуға мүмкіндік болса, оған көшірменің қажетіне. Учиха Ючида үңгіріне барып, жыландардан олардың отшельник режимін үйрене алар еді. Бұл оның барлық техникаларымен денесін күшейтер еді. Оның үстіне ол жердегі барлық жыландар оны құрметтейді. Дегенмен менің ойымша ең жақсы, бірақ ең ықтималдылығы аз нұсқа бірнеше шарингандар бар Хаширама жасушаларынан жасалған қол. Бұл керемет әсерлі көрінер еді. Және жалпы Саскинің күш деңгейін арттырар еді. Сондай-ақ көрермендер Боруто анимасынан ерекше бір нәрсе көрер еді. Ал сіздер Саскидің жаңа күші туралы не ойлайсыздар? Ескі ағайындар оқиға желісіне қайта оралғанын қалайсыз ба? Мен шынымен де Саски мен Нарутоның камбэкін көргім келеді, бірақ жаңа күштермен. Өйткені қазіргі кезде тіпті Борутоның өзі Наруто мен Саскиден әлде қайда күшті. Сондықтан сіздердің пікірлеріңізді күтемін. Егер видео ұнаса, әдеттегідей лайк бас және құр қарамай жазыл қазанбас. Қоңыраушаны басып қазақша контентті қолдап жүр бауырым. Ол маған мотивация және өтініш. Қиялдап алға деп коммент жазыңдаршы. Барлығыңызға алдын ала рахмет. Ендеше келесі видеода кездескенше. Сау.